Елбасы ұсынған 100 нақты қадамның 13-ші қадамда жемқорлыққа қарсы күресті күшейту жолдары көрсетілген. Осы тапсырманы орындауға байланысты бүгін Алматыда семинар өтті. Жиында 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиялық бағдарлама аясында Медеу ауданы бойынша 6 айда атқарылған жұмыстың нәтижесі талқыланды. Жыл басынан бері жемқорлыққа ықпал ететін жағдай туғызғаны үшін 15 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Түрлі қылмыстар есебінен заңсыз пайдаланылған 54,943 мың теңге толығымен бюджетке қайтарылды. Мекемелердің мемлекеттік сатып алуларда нарық бағасына сәйкестендіріп жариялау арқасында 50 миллион теңге қаржы үнемделген. 26 қоғамдық ұйыммен түрлі келісімге қол қойылып, халық арасына жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру бойынша белсенді жұмыстар жүргізілуде. Соңғы үмітім Нұр Отан партиясы деп шағыммен келген әрбір арыз берушінің шағымдарын біз міндетті түрде қараймыз. Медеу ауданында шағымдарын қарап, олардың берген арыздарына күйініштерін нәтижеге жеткізіп, әрқашанда осы жұмысты халқымыздың болашағы үшін, мемлекетіміздің абыройы үшін бүгінгі күнге дейін жүргізіліп келе жатыр. Болашақта да бұл жұмыс жүргізіліп нәтижесін береді деп ойлаймын.